Неге кейбір жаман әйелдердің күйеулері жақсы болады? Мінезі жаман, өзінше ырбыңдап қалған тәлпәш деген сияқты айтып жатады ғой. Бірақ күйеуі сабырлы, бағалайтын, сыйлайтын, көңіліне қарайтын, сондай ақылды жігіт. Ал кейбір ішетін, шегетін, қыдыратын, әйеліне дұрыс қарамайтын еркектердің әйелі наоборот жақсы болады. Күйеуін сыйлап, бағалап, тыңдап, отбасын сақтап отыратын. Солай міне біреудің әйеліне қызығып кетеді кейбір еркектер, сондай әйелім болса ғой деп. Мен де жақсымын, неге Құдай маған сондай жақсы әйел бермеді? Немесе кейбір жақсы әйелдер сондай жақсы еркектерге қызығып кетуі мүмкін. Менің күйеуім жаман, неге жақсы еркекке жолықпадым? Құдай неге маған ондай жақсы еркек бермеді деп. Осының сырын, құпиясын көп адамдар білмейді. Егер түсінетін болса, ол өзінің әйелін, күйеуін ең керемет адам, ең хайырлы адамды маған бердің. Осы адамға жолыққаныма шүкір, осы адамымды бергеніңе шүкір, рахмет деп айтады. Сонда мен жартаңдаудан қателестім ба деп түсінбей жүрген адамдар көп та. Сол себепті сондай түсінбей жүрген, солай ажырасып кетіп жатқан